саламатсыздар ма балалар? Саламатсызма? Бүгін біз сіздермен лас суды таза суға айналдыру тәжірибесін бірге жасап көрсетеміз. Ол үшін біздерге алдымыздағы су қажет, сүзгі, бин, топырақ, белсенділген көмір, мақта қажет болады. Ендеше балалар, тәжірибемізді бастап көрсетейік. Лас суды қалай жасатуға болады екен? Дұрыс айтасың, Дилназ. Лас су балалар қалай пайда болады деп ойлайсыңдар? Топырақ, дұрыс. Қоқыстар. Жарайсың, Әмір. Және де әртүрлі зиянды заттар біздің суымызды ластайды екен, иә? Иә. Ендеше бірінші тәжірибемізді бастап көрсетейік. Алдымыздағы суды алып, топырақтан сала қойыңдар. Таза суымызды лас суға айналдырып аламыз бірінші. Жасай қойыңдар. Балалар, қараңдаршы, мына суымыз қандай күйге айналды? Лас болып қалды. Лас суға айналды, иә? Иә. Енді бұл суды біздер сіздермен таза суға айналдыру тәжірибесін бірге жасайық, иә? Иә. Бір стаканды аламыз, оның үстіне сүзгіні қоямыз, одан кейін бинтті саламыз, иә, бетіне? Қараңдар, таза суға айналды ма? Оның ішіндегі қоқыстар мына сүзгінің бетінде қалды, иә? Қараңдар. Зиянды қалдықтарымыз мына сүзгінің бетінде қалды, иә? Суымыз тазарды. Келесі, Әмір, енді сен жасай ғой. Енді жайлап суыңды құя қойсын үстіне. Енді бұл суды да қарайық, иә? Қандай суға айналды? Таза суға айналды, иә? Иә. Сусыз бізге өмір жоқ, иә? Су тіршілік көзі. Сумен тағы да не жасаймыз біздер? Лас суды біздерге ішуге бола ма? Жоқ, ішке болмайды, ауыр қаламыз, ішіміз ауырады. Дұрыс айтасың, жарайсың, Дилназ. Рентген фильтрден өткен таза суды ішеміз, иә? Иә. Біздерге осы су пайдалы, иә? Сау Сау болыңыздар.